Милет телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дақаға бойле мәлімат. Қырым 400 яны автобусыны әлде еті, яны жемат нақлеті насыл маршрутларға шықты. Трамп яда Байден Америка Қошма Штатларда президент сайлана. Гарби комшуларының сечімі Қырым сакинлерінің яшайышында акс олынacak mı? Бештерек Зуя су чекеу станциядан içimlik su Ахмеджетке бұл су не вақыт келіп етежек. Қырым өз балансына яны 400 автобусыны әлде еті. Жұмхурет елбашчысы Сергей Аксенов айтқанына көре, бұрынжы нақлиет васталары енді Ахмеджетнің маршрутларына чықты. Бұл мақсатларға Русия президентінің емірі бойынша Москва акимияты тарафындан мали айырылды. Яныланған автопаркны бұрынжелер сарасында Султане Ситакаева көрді. Климат-контроль, коробка автомат. Игрым йыллық тәжірибесі олған айдавжы Асатур Даниелян ең яна автобусын имканларына қимет кесті. Дүмен ве отырғыш пек онайтлы дей. Ескі машиналарда тамам бу етішмейді. Көчіріжі мотор сессіз чалыша. Маневрный хороший, тормоза хорошие, удобно. Асатур Даниелян Ахмеджетнің ең кергін маршрутына чыққа. Машинаның техник вазиеті яқшы олғанына бақмадан тек ұзыне ишана. Ершейні тәшкеріп бақты. Бір автобуста кондиционер, видеокамера, валидаторлар бар. Yolcular үшін есе онайтлы ве юмшақ отырғычлар ерлештірілген. Енді пайтақтымызда жемат нақлиеті етішмемезлігі меселесі чезілді. Яна автобуслар сатын алынмасы үшін президентінің емірі бойынша Москва акимияты пара айырды. На самом деле, то есть будет получено до 400 автобусов в общей сложности. Считаем, что как раз таки это позволит всем муниципальным образованиям закрыть проблему общественного транспорта. Первый транспорт сегодня выходит в городе Симферополе на маршруты. Верим, что это разгрузит нашу сеть дорожную, так или иначе. Будет меньше пробок, но удобство, комфорт здесь, на мой взгляд, очевидные вещи. Нақлиет яны экологик классқа айт. Газомотор ве дизель яқарлықта чалыша. Юс yolcunu сығдырajak. Бірінші 11 автобус енді Ахмеджетнің маршрутларына чықты. 6-й и 22-й маршрут – наиболее значимые, социально значимые маршруты, на которых очень давно люди ждут появления новых современных автобусов. На 6-й маршрут, это живописное, направляется 8 и 3 на белое 5. Қайт олыну веконленген сон яна автобуслар Кереч, яны Қапу, Ялта шәрлерінде, Ислам-Терек районында, Эмде Бақчысарайда ве кефеде пейда олacak. Султане Ситакаева, Сан Ибрагимов, Милет үшін. Ахмеджетте қалқар бірдемлігі күнінің арфесінде адамлар құрталығында жесерлік көстерілген балаларыны мүкафатландылар. Олар дети герои деп адlanған Бутун Русия граждан ватанперверлігі лейқасының іштиракчыларыдар. Эдем Исмаилов, Ярослав Мрозик ве Семен Гаврильчук серфинг дерслері девамында қадар ве ер кіші суда бұғылғаны көрділер. Жесүрөсімлер дерал ярдым етмеге ашықталар. Я слез с доски, взял ее под руку, потому что так было удобней. Поплыл в их сторону. Плыть было очень неудобно. Волны били в борт, а доска была огромная, меня относило к берегу. Приплыл Семен, и мы вместе дотащили доску, уже вдвоем было чуть проще. Мы доплыли до людей, взяли их на борт. Ама Бунин вақия бетмеді. Он дақадан сон айны бойле вазиетке 10 яшлы бала оғрады. Енді Ярослав суға атылды. Эдем ве она ярдым етмекде ашықты. Нетежелер да бір құрталырған жан. Яш қарамлыларының мүкафатларының везерлер шырасында кечті. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов оларына қатыра медаллерінен, бақшышлар комплектлерінен ве Русия февкуляде вазиетлер везерлігі адынан тешкерлінаме мектуплерінен тақдерледі. Самая ценная человеческая жизнь. Вы чем-то семьям радость принесли, на самом деле избавили от страданий людей, дай Бог, в добрый час. Готовыми надо быть к испытаниям всегда, но лучше в них не попадать и другим не попадать. Лучше, чтобы, так сказать, знаете, как чувство уверенности в себе было и готовность решить вопросы, но испытания пусть лучше обходят стороной. Поэтому на самом деле, вот с уважением, ребят, еще раз говорю, вы молодцы, вами гордимся. Қырымның девлет шырасында қалқар бірдемлігі күнің қайты төлевінің арфесінде мұшавере кечірілді. Чоқысы штиракчелерінен субет онлайн форматта кечті. Қырым акимиетінің везерлері бежірілген иш ақта толу есабат берділер. Олардың сөзлеріне көре ярмада эпидемиологик вазиетке бақмадан епсі енелішлер бойынша инкишаф ете. Жүмкүриетінің чоқысы шерлерінде ве районларында қыздыру мевсімі башланды.
Этот день, он действительно для нас является праздником, потому что мы не просто сохранили свое единство, мы смогли реализовать свою многолетнюю мечту возвращения на родину. И, конечно, забота об Отечестве, сохранение этого единства – это то, что нужно нашему русскому миру. Қырым Русияның бірлешкені 6 елдан зияде будеверде регионларда чоқысы яқшы денешмелер короне. Қырым Копоры, Зиманеви Авалиман, Яны Йолар ве федераль мақсадлы программаның бұйық объектлері. Ярмадада денешкені бірден көзге чарпа. Халқар бірдемлігі күнне Қырым Девлет Шырасының кірі шыдасында Русияда Қырымның ерешмелері тасверітілген фотосергі тешкелетілді. 2014 год показал единство России вместе с Крымом, когда они нас приняли в свою братскую, свою семью, и мы стали частью Российской Федерации. И сегодня мы это ощущаем буквально ежедневно. 30 елдан берлі сусыз Яшайыш Бақчасарай 7-ші микрорайонда мерkezleştirilген су системасы yok. Ерлі сәкенлер шерінің мемориетінде дефаларжы коллектив шекелетлеріні яздылар, амы меселе өледек қалды. Бұл вазиет ақта базым левхамызда. Мына енді 3 елдан берлі Сервер Абдуразаков Бақчасарайның 7-ші микрорайонында эв құра. Айта ки су болмағаны себебінден ішнен дазияде қиналалар. Оны дайыма сымары шатмеге мечбур, бұна исе эм вақыт эмде пара кете. Вот такая вот ситуация с водой в данный момент. Обращались не раз в районную администрацию, горводоканал. Ну, нам говорят, что нет возможности для подключения. 7-ші микрорайонында су бар, ама яны массивге оны ич чекіп оламайлар. Мұнда құрыжылық әп девам ете. Евлердің сайысы әп арта. Оның үшін күн-күнден сувнен темелленув меселесі актуаллеше век кескинже тура. На сегодняшний день здесь уже живут люди, и что очень затрудняет им жить, особенно там с маленькими детьми. Также очень тяжело, то есть людям строится здесь. Яны микрорайонда аман-аман юз дамарта бардайма яшамақ үшін тек 8 хоранта көчіп келді. Чоқысылар евлеріні яваш-яваш хуралар. Кемерлері есе бойле қолайсызлықлар себебінден көчіп оламайлар. Шер мемориетінен Вевада Крыма мөсесінің векілерінен топлашу кечірілген вақытта яны қойы хормаға қарар алды. Оттуда будет идти водозабор на данный микрорайон. То есть они будут не к существующим сетям, которые вышли на микрорайоне, так как они уже работают практически там на свою полную мощность, чтобы потом не было перебоев, было принято решение уже вести новую сеть. Ерлі сәкінлер ярдым сорап Русия Девлет Думасының мебусына Руслан Бальбекке мұрачат еттілер. Шымды шәр әкеметі өгінде сувға қошылуф үшін келешіклі ноқтаны тапмақ Велейха сметовесихаларны ишлеп чықармақ вазифесі тура. При наличии проектно-сметной документации будут определены региональные источники финансирования, которые позволят решить данный вопрос. По мнению специалистов и профессионалов, учитывая, что по вопросам водообеспечения этих 3-4 улиц последуют линейные решения, никаких трудоемких проектных работ не предвидится. Лейха сметовесихалар таздықланған сон иш бірха чайдева мында бежірележек. София Шукурова, Севелия Меметова, Асан Зивадинов, Миллет үшін Бақчасарай. Бүгін Америка Қошма Штатларында президент сайлаулары кечірілі. Республиканцы вет демократы фырқлары арасында көреш кете. Біріншілеріні шымдыки девлетінің башы Дональд Трамп тақдим етті. Екіншілеріні есе Джо Байден. Яны президент келген сон Американың тышқы сиясеті де денеші біле. Біз Қырым сиясетшінаслары да бойле суалнен мұраджат еттік. Сайлауларының нетижесі Қырымларының яшайшында тесвір етермі ажеба? Океанның башқа тарафында сайлавлар ақта сөз үйірсетерек. Ичтимai илимлер докторы Рефик Курциитов қайдетті ки бұл Қошма Штатларының шақси ішідір. Қырымға ве Жумхуриетінің халқара севеде танылуына сайлав компаниясы тесір этмес. Американ сайлавларында қырымларының ось намзеті yok. Кто бы ни был бы избран, он будет соблюдать интересы Соединенных Штатов. Независимо от того, что демократ, он республиканец. Сказать, что есть большая разница между Трампом и Байденом, я думаю, что там большой разницы нет. Дегер саясетшінас Николай Кузьмин да бұнен разы. Оның фікірінже океанның башқа тарафына бақмайып шақси саясетімізні тізмек керекміз. Для Крыма это практически никак не сыграет роль. Политика США при одном существенно не изменится в отношении, например, крымских санкций и тому подобного. Так что нам надо жить своим собственным умом, своей собственной жизнью и смотреть на западные
эти проблемы только с точки зрения спортивного состязания. Эвелка малюматқа көре белі. Джо Байден үшін өз рейлеріні 51% респондент бермеге азыр еділер. Трамп үшін есе тек 43%. Ставкаларны қабул еткен букмейкерлерді Джо Байден енежегі ақта фікір жүрсетелер. О ғалиби қызыны жағына 65% оларақ қимет кесіле. Рақыбыне есе 35% қала. Америка Қошма Штатларында президент сайлауларының эвелкі нәтижелері ноябрьнің үшінде ресми рей берув екінленген сон пейда олажақ. Адытынче ғалипнын ады президент сайлауларындан сон кейге же белгілене. Султания Истакаева, Султания Бакал, Арсен Фукала, Миллет үшін. 30 ел девамында спортзал yok еді. Енді Сарабаш койының мектебінде Қырым-татар тілінде тәсір алған талебелер бұл проблемақта ұнытта білелер. Модуль спортив зал аман-аман азыр деварлал тікленіліп бете ятта, ешлер не вақыт екінлежегі ақта бізімлеп қамыз. Сарыбаш мектебі үшін спортивзал құрылывы атаппуслу авада тоқтамай. Оқуф муэсесінің мұдыры Райфе Умеровна епысы ишлерні шақсен өзю незарет әті. Балалар чоқ вақыт онсыз оқумаға мечбур әділер. Енді есе олар севімлі спорт чешітлерінен оғраша білежеклер. Спортзал мы, конечно, ждем уже давно, потому что я здесь работаю 30 лет. 30 лет у нас не было спортзала. И получается, что буквально недавно мы выиграли тендер. И в связи с этим у нас началось строительство нашего модульного спортзала. Бина парлах ренклерде бояланacak. Ешіл ве портақал түслерінің ян-янаша қоланывы ғайрет берем. Арекетлер ве құнышавға чағырам. Бұл есе спортив идманлар үшін керекли чизгилердір. Яш спортчылар үшін земанвей союнув кейеню фодалары құрула. Олар кеніш, оның үшін мұнда бүтін сынып ерлеше білем. Екі душхане қыз ве оғланлар үшін, беден тәрбие ожасы үшін есе айры кабинет. Работы уже подходят к завершению. 20 числа планируем окончить этого месяца. Пару дней нам осталось на сооружение стен. Примерно еще неделя, и мы закончим полностью обшивку фасада и кровли. И будем приступать к внутренним работам. Ох, көрініш бойынша ишлер 60%-ға екінленді. Орта қарарда мейданда 10-ға яқын адам çalışа. Ем işçilerini, емді құруджилық мальземелеріні керекли yüksекlikке көтермеге мобиль техника ярдым еті. Енді пек азы қалды. Около 20 миллионов приобретения спортивного модульного зала. Начали его установку с июня месяца и планируем закончить к 1 декабря. Мектепні чоқтан бітіргенлерді евді ешсіз отырмазлар. Яқын ерде спортин азбарда ұғрашмақ үшін да бір мейдан яратмаға ниетленелер. Районда спортив объектлерінің сайысы істеген әрбір кішіге фарқлы спорт чешітлерінен ұғрашмаға имкан бере. Сабина Дениева, Марина Соловьева, Арсен Фукала, Милет үшін, Жүрчи район. Мекязлы яналаштыру в кефеде екі мектепні тамир етіп башладылар. Мұнда пенжерелер ве қыздыру системасы денештірілежек, табан ортысы янылажақ ве азбаралар абадымлаштырылажақ. Реконструкцияның бұрынжы басамағында бізім мұхберлерімізде қимет кестілер. Техника гүрілтесі экскаваторның ұшы ве чақылы басы. Кефенің 3-ші санлы мектебінде 3 құрыжылар бригадасы çalışа. Олар канализацион боруларны деңіштірелер, ашханеде табанны темірлейлер ве азбарна абадынлаштыралар. Ішлер октябрьдің 23-ші күні башланды. Мы делаем все возможное, чтобы в связи с ремонтом учебный процесс не пострадал. Надеемся, что работники, строители справятся со своими задачами вовремя, и мы начнем учебный процесс 9 ноября. Мектепте аман-аман 50 талебе оқу ве 50-ден зияде хадим çalışа. Чоқ бекленілген тамиратны құручылар ноябрьнің орталарында екінлемеге ниетленелер. Бұл есе енді 9-ші санлы мектеп. Мұнда пенжерелер деңіштіріле. Олардың сайысы 300-ге яқын. Қыздыру системасы да яңыланacak. Оператив ве кейфиетлі үш дей мектепнің мүдірі Виктория Качубей құручылар бежерген іш аққында. Ішчілер енді еске қыздыру системасыны боздылар ве яңысыны кечірелер. 3-ші ве 4-ші қатта батареялар ерлештіріле. И сейчас проводится уже разводка труб, которые расположены у нас внизу. То есть, в принципе, уже мы подходим к середине замены системы отопления. Үшлер графиктен 3 hafta evvel салып барыла. Капиталь тамират Cumhuri адрес инвестицион программа черчевесінде япыла. Үшлерге қарарнен 25 миллион рублей масраф етілежек. Ленуза Бурсиитова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін, Кефе. Енді кележек сене барде Ахмеджетке бештерек зуя насос станциядан илемлік су еткізілежек.
Тамам андан пайтақта су yolu чекеле, ишлер насыл басамақта, яна объектның ұзынлығы не қадар? Бұақта Султане Ситакаева сұрап білді. Иш қайнай атты яғмырлы ава кедер етме техника тоқтамаздан чалыша. Топрақның үст қаталына бұндан сон экскаватор траншея қаза. Су yolunun құрылмасы оның бұтын ұзынлығында алып барыла. Ишлерінің екінші қысымның мудирі Виталий Попов диққатнен көзетте. Айтаки, объекты әрше план бойынша кете. Ишлер атты графиктен эвел алып барыла. Это у нас участок 14 километров, который будет обходить поселок Урожайное. На моем участке сейчас готово в районе 2,5 километров траншеи, а грунт снят на участке до 4 километров. Ишлерні техниканың 17 нұсқасы ве 40 құрыжы бежере. Құрыжылықта уникаль технология қолланыла. Yüksek кейфиетлі ерлі мальземелер ішлетіле. Используется труба СДР-11, которая используется для газовых технологий, для труб высокого давления. Она паяется специальными аппаратами. И при пайке она выдерживает очень большое давление. Су yolunun umumi uzunluğu 19 kilometrini teşkil eti. Beşterek Zuya насос станциясы территориясында 10 скважина қазмаға planlaştıralar. Ahmedjit bir sutkada qoşma olarak 22.000 kubometr suvны elde ете білежек. Чөйінші көйіне яқын ерлешкен қысымда есе үшлер тоқтатылды. Анда Улы Ватан Женкі дәвіріне айыт 2 авиабомба тапылды. Шымда анда МЧС хадимлері тірқиқи ішлер алып баралар. Тыш қызметчі шандырғанына көре тапылма ішлерінің бежерілуіне тесір етмес. Сувның сынав ачылығы кележек сененің апрель айына планлаштырылды. Толу шекілді станцияны Весу yolunu 2021 сененің сентябрь айында ачыжақлар. Султане Ситакаева, Алимсей Далиев, Миллет үшін. Шымдыки дақаға бұл хаберлерінің епседі кележекейнімізіна қачырмаңыз.